Сәлеметсіздер ме? Көп балалы отбасыларға, оқуға, медицинаға және ипотека бойынша шегерімдерді жеке тұлғалар дербес демек өз бетінше, сондай-ақ салық агенті де демек жұмыс беруші қолдануы мүмкін. Жеке тұлға қызметкерлерінің кірісіне өзге де шегерімдерді қолданудың ерекшелігі жеке тұлға жұмыс берушіге күнтізбелік жылға 282 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде өзге де шегерімдердің алдын ала сомасын ғана қолдануға өтініш беру болып табылады. Содан кейін мұндай жеке тұлға күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша кірістермен және мүлік туралы декларацияны бұл 270-ші нысанын және растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Бұл ретте жеке табыс салығы асып кеткен жағдайда жеке тұлға мемлекеттік кірістер органдарынан асып кеткен соманы есепке жатқызуды немесе қайтаруды талап етуге құқылы. Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу немесе қайтару үшін мемлекеттік кірістер органдары өзге де салық шегерімдерін қолданудың заңдылығына тексеру жүргізетін болады. Тексеру кірістер мен мүлік туралы декларацияны табыс ету мерзімінен кейін 1 жыл ішінде жүргізіледі. Ол расталғаннан кейін жеке табыс салығы бойынша шешім қабылданады. 2025 жылғы міндеттемелер бойынша өзге де шегерімдерді қолданудың дұрыстығын растау кезінде қайтару 2027 жылғы 15 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады. Назарларыңызға рахмет.